Sizlerime oturamız. Жақсы балалар. Ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын сіздердің алдарыңызда мынандай қағаз жатыр, қима қағаздары. Сол қима қағазында сіздерге жақсы қасиеттер және жаман қасиеттер деп жазылған. Соның өздеріңіздің жақсы қасиеттеріңіз бен жаман қасиеттеріңіз жазылды. Ал жақсы көп жазбаңыздар. Енді сол жақсы қасиеттеріңіз бен жаман қасиеттеріңіз жазған қағаздың ортасынан жыртыңыздар. Жыртамыз. Жаман қасиеттеріңізді умаждаңыздар да келіп қоқысқа тастаңыздар. Қоқысқа тастаймыз. Жылдам, балалар, жылдам. Жылдам. Жақсы. Ондай болса, қаны, жақсы қасиетіңіздің бір-екеуін оқып жіберіңізші. Мен мейірімді, қамқор, тез ашуланбаймын. Тамаша, назасыз оқып жіберіңіз. Ата-анама көмектесемін. Жақсы. Мәрлен. Еңбек еткенді жақсы көремін. Тамаша. Алла. Шарапат, сізде? Тамаша. Осы жақсы қасиеттеріңізбен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Жақсы. Ондай болса бәріңіз үй жұмысын тексеріп өтейік сіздермен. Ал жақсы. Ең алдымен шығарманың Батыр Баян аталу себебі неде? Қолдарыңызды көтеріп жауап бере берейік. Себебі бұл жырда Батыр Баянның ерлігі туралы жазылған. Тамаша. Жақсы. Келісесіздер ме? Жақсы. Келесі Батыр Баян жырында қай кезеңдегі тарихи оқиға баяндалады? 18 ғасырда. Жақсы. Тоқтыратындар бар ма? 18 ғасырларда қазақ пен қалмақтардың соғыс кезеңін суреттеген. Тамаша. Ары қарай поэманың кейіпкерлері кімдер? Іңкәр? Батыр Баян, Абылай хан, Ноян, Қамақ қызы. Тамаша. Келісесіздер ме? Алып қосарларыңыз бар ма? Жақсы. Ондай болса, шығарма желісі арқылы қандай ой қорытасыз? Айдана? Тамаша. Тағы да қосатындарыңыз бар ма? Жақсы. Тамаша. Шығарманың тарихи шығарма деп аталуға бола ма? Шығарманы. Жауап бермегенде жауап берсінші нөктөре. Шығарманың тарихи шығарма деп айтуға болады. Өйткені біздің Батыр Баян ағамыз біз тәуелсіздік үшін бәріне дайын болған. Жақсы. Тағы да қосарларыңыз бар ма? Алихан? Және Абылай хан батыр көрсетілген сол шығармада. Тамаша. Дұрыс айтасыз. Поэмада бейнеленген басты тақырып қандай? Поэмада бейнеленген басты тақырып. Нені айтқысы келді? Қарақат? Махаббат үшін бәріне бару. Тамаша. Тағы да Қайсар? Қазақ елінің ғасыр бойы көксеген арманы. Нені көкседі? Тәуелсіздік. Тәуелсіздікті көксеген арманы. Тамаша. Жақсы. Балалар, сіздердің алдарыңызда бағалау парағы жатыр. Маған қазір үй жұмысына кім жауап берді? Өз балдарыңызды қойыңыздар. Сол жерге балдар жазылған. Ұпайлар жазылған, сол жерге жазыңыздар. Кім жауап берген жоқ? Баға қоймаймыз, иә? Жақсы. Ондай болса,
келесі суретте Батыр баян. Батыр баян. Иә, сосын Қалмаған кезі. қалмақ қызы жорықтан қалмақ қызын алып келген кезі дейсіз. Иә, жақсы. Бұл осы суреттердің бүгінгі сабағымызға қандай байланысы бар деп ойлайсыздар? Баян батырға тағылсын. Баян Батыр баянның поэмасын не істеу? Жалғастырамыз. Иә, балалар, бүгін бізде сіздермен Батыр баян сабағы тақырыбы 4-ші сабақ. Иә? Жақсы, ондай болса, дәптерлерімізді ашамыз да бүгінгі күнді жазамыз. Қандардың 21-і, сынып жұмысы, күңіреніп көкірегі нар қобыздай, ел мен жер мәселесі. Жазып алыңыздар. Бүгінгі біздің мақсатымыз сабақта нені қараймыз? Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдаймыз, шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдаймыз. Келістік қой? Жақсы, ондай болса, сіздерге балалар оқиғаның басталуы сюжетті талдау, иә? Қазір мен сіздерге мына қима қағаздарын беремін. Сіздер сәйкестендіресіздер де талдаймыз. Ал, белгілей беріңіздер. Аха. Рахмет. Іңкәр бердім бе мен сізге? Сәйкестендіреміз балалар. оқиға картасы әдісі бойынша бірінші тапсырманы орындаңыздар. Берілген жылы ұсынысына сюжетті талдау жасаңыз. Сәйкестендіріңіз. Болдық па балалар? Ал, оқиғаның басталуын кім белгілейді? Келе ғой бәрден. Оқиғаның басталуы қалай деп ойлайсыз? Көкшенің сұлу табиғаты деп ойлайсыз, иә? Бәріңіз солай белгіледіңіздер ме? Әлде бар ма? Таластарыңыз бар ма? Жақсы. Асымина келе қойыңыз, қол көтеріп отырсыз. Оқиғаның байланысы қайсы деп ойлайсыз? Батырлардың бас қосуы дейді. Келсесіздер ме? Жақсы. Шегіңіз. Қайсыңыз келесіздер? Кім келе қойды? Сүйжан келіңіз. Батыр баянның жорықта қалмақ қызын алып келуі. Тамаша. Жақсы. Оқиғаның дамуы сонымен не болмақ? Ал, қайсыңыз келе қой, қайсар? Назар үндемей отыр. Даяна, Диана, жұмыс жасайық. Оқиғаның дамуы. Шатасып қалдыңыз ба? Нояның қалмақ қызына ғашық болуы дейді. Қыздың айласы дейді. Келсесіздер ме? Мұғалім. Аха. Шаш. Аха, келе қойыңыз. Алиханның таласы бар екен. Ал, олай емес дейді қайсар. Баян қалмақ қызына ғашық болуы, ол шиеден суы. Ал, дамуы қайсы деп ойлайсыз? Дамуы ол
қашықтың елден қайтуы ма? Шатасып қалдыңыз ба? Бірақ шиеленісі осы. Бұл шиеленісу деп тұрсыз, иә? Ал жақсы, оқиғаның дамуы қайсы болды сонымен балалар? Алихан Нояның қалмақ қызына ғашық болуы бұл шиеленісу дейді. Ал Қайсар оқиғаның дамуы Нояның қалмақ қызына ғашық болуы дейді. Ғашық болуы. Ғашық болуы бұл дамуы ма несі? Бұл сіздерге дамуы, иә? Қазір. Сонымен, мынау сіздерге дамуы деп тұрсыздар. Ал жақсы, ары қарай оқиғаның шиеленісуі. Мәмлеттен бөлек назар келе қой. Оқиғаның шиеленісуі. Қайсы шиеленісуі? Қос ғашықтың елден қашуы, иә? Жақсы. Ары қарай бар ма? Сұрақтарыңыз бар ма мына жерде? Ол емес дейтіндер бар ма екен? Келісесіздер, иә? Жақсы, ары қарай келе қойыңыз алуға. Оқиғаның шарықтау шегі. Содан да тек болды. Оқиғаның шарықтау шегі. Шегі қайда кетті? Шегін тастап кеткен жоқсыз. Шешімін бірақ шешіп қойдыңыз. Шегі қайсы болды? Отыра қойыңыз. Келе қой. Илхам келіңіз. Батыр баянның қос ғашықты аты өлтіруі дейді. Ал шешімі Батыр баянның отанын қорғау жолындағы ерлікпен қаза болуы. Солай ма? Келісесіздер ма? Жақсы. Ондай болса, балалар, менің жауабымен өздеріңіздің жауаптарыңызды салыстырыңыздар. Тексереміз. Егер барлығы дұрыс болса, бағалау парағына өз балдарыңызды қойыңыздар. Кімде қате бар екен? Барлығы сол осылай, иә? Тағы кімде қате бар ма балалар? Болып па? Ондай болса, балалар, келесі тапсырма. Алға тексеріп отырсыз ба? Тексеріңіз. Бар ма қате бар ма екен? Қай жерінде қате кеттіңіз? Оқиғаның шарықтау шегіне, иә? Жаңағы дұрыс өзіңіз жауап бере алмаған дейміз, иә? Жақсы, қалай екен Батыр баянның қос ғашықты атын өлтірген кезі бізде оқиғаның шарықтау шегі болады. Жарайды ғой? Жақсы. Ондай болса, келесі тапсырма балалар. Сіздердің партия әдісі бойынша, сіздердің алдарыңызда 3 бұрышты қағаздар жатыр. Иә? Сол нені ашыңыздар қағазды ашасыздар да, ішінен поэма желісі бойынша бірінші қатар және екінші қатардың бірінші отырған қалар, иә? Бірінші қатарындағы. Сіздер Батыр баян мен Абылай ханды тауып жазасыздар. Ал екінші қатардың екінші қатары және үшінші қатар сіздер қалмақ қызы мен Ноянды шығарма желісі бойынша партияны құрастырасыздар да, сол кісілердің істер іс-әрекеттері мен адами қасиеттерін жазасыздар. Ал еттік. Ең бірінші партияны құрастырып алыңыздар. Партияны құрастырамыз. Біз күнде жасап жүрген жұмысымыз партия, білесіздер, е балдар? Бәріңіз бізге білесіздер бұны. Жасаймыз балалар. Жұптық жұмыс, жұппен жұмыс жасаймыз.
Балалар кімге берген жоқпын? Бәріне бердім бе? Құрастырамыз. Тамаша. Ой, екі кісі бітіп қапты, уже аяқтап қапты. Болдыңыздар ма? Аяқтадыңыздар ма? Тамаша. Енді осы өлең жолдарынан сіздер қазір мына шығарма желісінен табасыздар да, қай шумақтар Абылайға, қай шумақ Батыр Баянға жатады, мына жерге жазасыздар. Сосын мына жерге сіздер адами қасиетін, екінші бағанға адами қасиетін жазасыздар. Балалар түсінді ғой? Мына бірінші бағанға, бірінші қатармен, екінші қатардың бірінші қатарында отырған балалар Абылай мен Батыр Баян жазасыздар да, сіздер Қалмақ қызы мен Ноянды жазасыздар. Сосын үшінші бағанға сіздер естисіздер адами қасиеттерін жазасыздар. Келістік қой? Ал мен. Сәттілік. Он минут уақыт беріледі. Бермедім бе сіздерге? Сол жаңа сұрадым ғой, кімге берген жоқпын деп. Кешірім сұраймын. Қарадыңыздар, иә? Тамаша. Қатырмайыңыз, алғарыңыз. Көп отырып қарамыз қазір. Төрт кейіпкерлікті толтырсақ, отырып қарамыз көп. Кімге түсініксіз балалар? Сұраймыз. Қолдарымды көтеріп сұрай қойыңдар, кімге түсініксіз? Тамаша. Енді өлең жолдарын тауып, кейіпкерлерін тауып қолдасыздар. Сіздерде Батыр Баян мен Ноян мен Қалмақ қызы. Кімге түсініксіз балалар сұраймыз? Сіз екеуіңіз өтесіздер ме? Ол күндер деп басталады. Ол күндер деген қайда? Мынау болады. Ол күндер. Келесі құран. Уақыт қой. Ноян қызымен, Ноян Батырмен Қалмақ қызын жазасыздар.
Тамаша, болдыңыз ба? Тамаша. Тамаша, болсыңдар. Адами қасиеттерін жазыңыздар ма? Тамаша. Балалар болдық па? 3 минуттарыңыз қалды. Kım o? Тамаша. 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 Балалар болдық па? Жақсы, кім болды? Тексере берейік, иә? Жақсы. Ал, кім оқиды? Батыр Баян. Батыр Баян мен Абылайдан бастайық, иә? Абылайды кім оқиды? Балнұр, сіз жауап бермедіңіз, иә? Ал кеттік, сіз бұл дейін. Ол күндер аз қазақ пен қалың қалмақ қан мен қара қыстай алысқа жат баласы алдап алашты Абылайдың астында ақ туының табысқанша Тамаша. Адами қасиеті. айбынды батыр елдің тәуелсіздігін аңсаған. Тамаша. Тамаша. Батырбай. Батыр Баян, ал оқи қойыңыз. Майданда тай жалғыз аспай сан қолға аш бөріндей кірілге еді. Дегенде қалды тартып Батыр Баянның батырдың алашқа айыр. Тамаша. Адами Адами қасиеті. Абылайдың сенімі серігі. Тамаша. Батыр патриот опас болуын атып тастады. Тамаша. Келісесіздер ма? Батыр Баянның Абылайды жазғанына келісесіздер ма? Ноян мен Қалмақ қызын жазып отырған балалар келісесіздер ма? Жақсы. Ондай болса, тамаша, рахмет сіздерге. Келесі, ал Илхам оқыңыз. Ноян туралы, иә? Баянның інісі бар 15 жасты, бөрінің бүлтірігі бала Ноян. Ноянның бар ақылы білегінде билеген аса жүрек қайнаған хан. Тамаша. Қасиеті Батыр сұлуды қатты жақсы көрген Ноянның Батыр Баян бауыры. Тамаша. Тамаша. Келісесіздер ма?
Жақсы, бәрін келісіп береміз, иә? Менің ойым былай деген кісілер бар ма? Ha? Қосыласыз. Махаббатын адал, арасына опасыз болған. Тамаша, махаббатына адал. Аға, сіз де қосасыз ба? Аға. Махаббатына адал, сатқын, елін сатқысы келді. Махаббатқа адал, сол қалмақ қызы үшін елін сатты. Тамаша, тамаша. Ал, Наза, сіз оқимысыз ба? Ал, оқыңыз. Сол суың суы екен атқан таңдай, бір соған бар сұлулық жиын андай. Доны мен шапағаттай бір тісін үйі. Сөздер су сылдырлар қиылы. Аха. Өз еліне адал айлы. Өз еліне адал айлакер дейді. Тағы да қосарларыңыз бар ма? Қалмақ қызын мен осылай суреттер едім деп, адами қасиетін осылай айтар едім дегендер бар ма? Ал, бұл сөздеріңіз. Өз еліне адал болғанымен ол ноянға алдап кеткен. Тамаша, дұрыс айтасыз. Тағы да. Еліне қайту үшін ноянның басын айналдырып, ноянды алдады. Жақсы. Тағы да бар ма қосарларыңыз? Айдана, қалмақ қыз туралы не айтасыз? Ақылды еліне адал жан. Дұрыс айтасыз. Ақылды еліне адал жан. Неге ақылды деп отырсыз? Еліне қашу үшін Ойы. Тамаша. Дұрыс айтасыз. Я, Самира, сіздің ойыңыз? Неге айлакер? Өз еліне қайту үшін Батыр Баянның інісі Ноянды не істеді? Алдап жіберді. Жақсы. Тамаша, рахмет. Тамаша балалар. Енді міне сіздердің жауаптарыңыз дұрыс. Өте тамаша. Бағалау парағына осы нұсқамен дұрыс болса, өз балдарыңызды, ұпайларыңызды қойыңыздар. Бағалау парағына қоямыз. Так, балалар бері қараймыз. Бізде көркемдегіш құралдар, біз сіздермен өттік, иә? Біздің мақсатымыз да осыған негізделген. Бізде көркемдегіш құрал теңеу, эпитет, метафора және ассонанс. Неге бұл төртеуін алып отырмын? Қазір соған байланысты мен сіздерге тапсырма беремін. Не затты, не табиғат құбылыстардың өзгеше белгілерін көрсететін ол эпитет. Мысалға, сұр түс, сұр болып түсі суық қаптайды аспан десек, сұр мен суықты күздің қандай екенін айтып беріп тұр. Табиғатты түсінікті ғой. Ары қарай метафора. Метафора сөздер сын есімге зат есім үстелінше айтылады және де едім, едін, еді, екен, ен деген көмекші есіптер арқылы жасалады. Ал теңеуіміз білесіздер балалар, осы уақытқа дейін біз сіздермен күне жасаймыз бұл тапсырманы, иә? Дай, дей, тай, тей, шашет, дайын дейін жұрнақтары арқылы жасалады. Ассонанс сіздер білесіздер, бұны да бірыңғай дауысты дыбыстар басталатын жолды, егер сондай шумақ болса, онда ол сіздерде ассонанс дейміз, иә? Жақсы. Ондай болса, қазір сіздер осы поэманың үзінділерінен көркемдегіш құралдарды табасыздар. Сәйкестендіреміз. Жаңағыдай тақтаға балалар енді шықпаған балалар шығайықшы, жақсы ма? Шықпаған балалар шығайық. Мен шықпадым деп қолдарыңызды көтеріп тақтаға шыға қойыңыздар. Жинай беріңдер, аха, жинай беріңдер. Кедергі болса, жинай беріңдер. Жақсы. Ал балалар, сәттілік сәйкестендіріңіздер. Үзінділерді оқи отырып, көркемдегіш құралдарды табыңыздар.
Болды қой балалар. Жақсы. Достарымыз шығарыңдар. Қысылмаңдар. Күнделікті сабағымызды ал, жақсы. Ондай болса, кім шығады? Келе қойса керек. Ассонанс. Ең оңайына ешқай істедім ғой, иә? Жылдамдатайық. Ассонанс. Қайсы? Неге? Қандай? Дауысты достарымыз алып тұр. Жақсы. Келесі. Алуа келе қойыңыз. Келісесіздер ма? Барлығы дауысты дыбыстан басталып тұр деп. Жақсы. Алуа теңеу, иә? Неге? Затпен салыстырып тұр. Қай сөз затпен салыстырып тұрған? Сол деп ойлайсыз, иә? Жақсы. Келісесіздер ма? Жоқ. Жоқ дейді. Ал кім келеді? Теңеу қайсы екен? Теңеу қайсысы? Алуа теңеуді сұм. Келе ғой бағына, сен ешқай жоқ сұмбайым, иә? Теңеу қайсысы? Теңеу. Неге? Қай сөздерде дайды? Меккеде және найжағайдай. Тамаша. Найжағайдай. Келесі. Енді эпитет. Эпитет қайсы? Кім шығады? Келіңдер. Балалар уақыт. Жылдамдатайық. Эпитет. Жаңа айттым, не зат, не құбылысты не істеу? Салыстыру мәнмен келе қойыңыз. Эпитет. Келісесіздер ма? Жақсы. Метафора. Келе қой Алуа. Шықпағандар шықсын деп едім, мен болмады. Келе қой. Жылдамдатайық балалар, тұндыру болады қазір. Түйенің 90 түрлі шешуі бар бізде. Тамаша отыра қойыңыз. Жақсы. Ондай болса, өздеріңіздің жаңағы белгілеген парақтарыңызды біздің берген нұсқамен тексеріп өтіңіздер. Тексердікте қате бар ма екен балалар? Жоқ. Жоқ болса неге шықпадыңыздар жаңа? Қай жерде? Теңеуіңіз қате болды. Қайсын белгіледіңіз сіз? Алуа сияқты, иә? Неге оны таңдадыңыз? Мен ойымда болған қығылыпты деп қойған не сияқты. Деп теңеп тұр деп. Жақсы. Жақсы. Негізі біз жаңа ережеде айтып кеттік. Теңеу дайди, тайди жұрнағы арқылы жасалады деді, иә? Жақсы. Келесі балалар. Келесі тапсырма. Бағаларыңызды қойыңыздар. Бағаларыңызды қойыңыздар. Балаларыңызды қоя береміз. Жақсы. Енді бізде келесі сабағымызды бекітейік сіздермен. Кім шығады? Келіңіздер. Мен қорытындылайыншы осы деп. Кім шығады? Келіңіздер. Досымжанға тағы да келе қой. Досымжанға бүгін 5 деген баға қоя қой. Баянның орнында болсаңдар, қандай шешім қабылдар едіңдер? Баян орнында мен өз үнімді өлтірмеуші едім. Солды өлтіріп, өнімді қалдырып едім. Оның санасын дұрыс еді. Жақсы. Тағы да бар ма? Алыныр төре. Ашқасыға келіңіз.
өздеріңіз оқып, өздеріңіз сұрақты дауыстап оқиды, иә? Ноян туралы не білу керек? Ноян махаббатқа адал және өзінің еліне сатқындық жасады. Негізі кім ол? Өзінің Ол. батырдың бауыры. Бауыры неше жаста? 15 жаста, тамаша. Кім келеді? Келіңіздер. Бағлан. Ұлдарым ғана жұмыс істеп жатыр, қыздар? Аха. Баян батыр поэмада қалай сипатталған? Ер жүрек, ерлі, өте мықты, жігерлі батыр. Тамаша. Тамаша. Келісесіздер ма? Қыздар шығады ма? Келіңдерші, бір қыз шығайықшы. Қан. Кім шығады? Назар, келе қойшы. Баса берейін ба? Сізге келгенше мынау айнала берсін. Оқыңыз да, сұрағыңызды. Поэманың идеясы елді қорғау, қалмақтар мен қазақтардың соғысы және Батырдың несі? батырдың Жақсы, тамаша. Келе ғой. Ал, соңғы Алихан шықсын, болсын, сабағымызды аяқтайды, ағамыз айтты. Батыр баян монолог сендер қандай олардан Батыр баян, Батыр баян монологы маған өз намысымды көтеруге және өз елімізге адал елін сақтау деген ойға жеттім Батыр баян монологы. тамаша, тамаша. Жауап береміз дегенде бар ма? Жақсы. Ондай болса, балалар, ондай болса, сабақ сіздерге қаншалықты ұнады, қаншалықты сіздерге түсінікті келіп белгілеріңізді қойып кетсеңіздер. Келіңіздер. Келіңіздерші. Жылдам. Бірінші қатар, жылдам. Қолдарымен баса беріңдерші, кел. Бірінші қатар. Қолдарыңызбен баса беріңіздер. Басылды ма? Қоя беріңіздер. Түсінікті болса, қоя беріңіздер. Маған беріп салсын. Келіңдер, балдар. Кел. Жақсы отырамыз. Жақсы балалар, рахмет. Бәріне түсінікті болған екен, я сабақ? Жақсы. Түсінбедім дегендер бар ма? Жоқ, я. Ондай болса, үй тапсырмасы, балалар. Осы поэмадан үзінді жаттап келесіздер. Жақсы ғой. Келесі сабаққа күнделіктеріңізді ашып жазып алыңыздар. Үзінді жаттау. Жақсы балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.